Сәлем қазақ елі. Сәлем from China. Алғашқы қазақша контент сіздермен бірге мен Акбар Асет, Пекин қаласынан. Біздің компаниямыз 4 жылдан бері Қазақстанға, Қытайдан оптом және де тендерға тауарлар кіргізумен айналысамыз. Және де бүгінгі видеомызда, әрі қарай түсіретін видеомызда біз сіздермен Қытай рыногында қандай жаңадан шыққан тренд тауарлар бар екен бөлісеміз. Қытайда iPhone қанша, Қытайда бәрі арзан дейді ғой, флешкалар килограммдап сатылады ма деген сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламын. We were staying in Paris. 是泰国家，我今天还没卖钱呢。张宇你好。你好。 Міне мынау несі давление өлшеп жатыр. iPhone 10-дардың шығуына қарсы ол телефондар. Жан Ахмадиев сияқты кісілер ақын кезде осыны ата бересің өдірілді. Ыстық су құямыз мына ішіне, сосын тряпканы салып, сол ыстық суға қайтадан алып, сіздің кілтіңізбен бірге зарядка қолыңызда жүреді. 灯还会很更 就是因为现在开着灯，要不然关掉灯。 мына жер жарық болғандықтан ол адамға мынау браслеттердің оригиналын сыйға тартатын боламын. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a fountain and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. көтерме бағам ақтау болсақ, меніңше бір 30 янға алып кетуге болатын секілді. Жақсы. Бұл жерде көп Jeep тұр, Montblanc тұр. Бүкіл брендтердің жақсы копиялары бұл. Polo. Бұл заттар Қазақстанда жоқ. Оларды жақсы бағада сатуға болады кәдімгідей. Giorgio Armani. Мына сөмкелерді көрейік. Бұларда брендтердің копиялары. Jeep дейді. Polo. Montblanc'тер қазір сұранысқа қатты ие. Осыдан көп тапсырыстар болып жатыр қазіргі кезде. Жазда жақсы, ұялы телефон, шылым шегетін кісілер шылымын үйлерін салып алып жүреді. Бренд ешқандай да айырмашылығы жоқ, кәдімгі таза оригинальный. Керемет. Жада жаза. 跟那个一样吗？一样的，对。80是吗？对。那就80元币。你要给你70吧？70。你说多少钱啊？你给我好的价格吧，70不行。70不行，你说多少？你看看你现在都多少钱？真的。40吧。啊？40。有些要加。这个黑的，那个是咖的，就2个色的。可以，这皮料也可以。这不会褪色的吗？不会的。夏天是吧？
是是是，是泰国家，我今天还没卖钱呢。是，嗯，谢谢啊，谢谢。谢谢谢谢。生意不好做， Қырғен қалдық. Қырғен дегеніміз Қазақстанның екіншісінде. Заттар Қазақстанда меніңше 10-12 мыңға сатуға болады екен. Бренд зат. Айнытпай жасалған, тігісі бәрі жақсы, сапасы өте мықты. Жақсы, алдық деп ойлаймыз. Мына браслеттер қазір қатты сұранысқа ие болып жатыр. Қазақстан рыногына кіріп жатыр бүкіл СНГ-ға. Мысалға мынау екі түрі бар. Бұның мынауысы несі? Жаңа не хал? 你好，这是 original 的，这是好的。 Жода. Мына кісі де 他们给我开了绿档菜。 орысша айтып жатыр. Мынау артында егер де жазуы бар болса, бұл оригиналдар, артында жазуы жоқтар, ол оригинал еместер. Енді бұлардың нелері бір-бірімен не дейді, жаңағыдай разницасы тек қана осы артындағы жазу, сосын бұлардың қораптарында. Егер де мынандай қорапта бұл сырт қораптың сырттары бірдей, міне көріп тұрғандарыңыздар, бірақ ашқан кезде іші мынандай болады, мына оригиналдікі. Ал копиянка іші простой болады, яғни мынандай болады. Простой болады. Бірақ разницасы осы коробкасы мен артындағы жазуда ғана. Ал сапасы жағына келсек, жаңағыдай жұмыс істеу жағына келсек, бірдей ешқандай да айырмашылығы жоқ. Қазір қосып көрсетейік. Бұлардың қатты бір ерекшелігі басқа нелерге, браслеттерге қарағанда бұлардың ерекшелігі, бұлар қан қысымын өлшейді, яғни давлениені жақсы өлшейді. Мысалы басқа браслеттерде жаңағыдай пульс дейді, жүрек соғысы нелерді өлшесе, бірақ давление өлшейтін жоқ, қан қысымын өлшейтін. Ал бұларда қан қысымын өлшейтін бар, мені қатты таңғалдырған да сол. Мысалы бізде Қазақстанда давление мен қан қысымын алатын кісілер көп. Кез келген уақытта қолына қарайды да. Давление қанша. Мысалы мына жерде сағат тұр қазір. Ағылшынша сағат тұр. Мына кнопкасын басамыз. Мынау степ дейді, яғни сенің басқан қадамың қанша шаг жүрдің, соны көрсетіп тұрады. Келесі километр, қанша километр жүргенді көрсетіп тұрады. Килокалория, қанша калория кеткенін көрсетіп тұрады. Және мына жүрек соғысы, мысалы осы кезде менікін есептеп жатыр. Міне бір, қазір өзі есептеп береді маған. Егер де 1 минут күтсек, есептеп береді. Тағы да бір нәрсесі. Міне мынау несі, давление өлшеп жатыр, осы кезде қан қысымын өлшейді. Қазір өздеріңіздің көздерінше көрейік. Мен енді жас жігіттің давлениесі, қан қысымы шамамен 120-да 80 болу керек. Менікі қаншалықты төмен немесе жоғары екенін қазір байқаймыз. Бұның тағы да бір ерекшеліктері, мынау қан қысымын өлшеп жатқан кезде айта берейін. Соткаға ұялы телефонға бір несі приложениесі бар, яғни application. Соны жазып алып, немен істей аламыз. Соткаға жауап қойыңыз деген, сізге телефоныңызға звонок келсе, қолыңыздан шырылдайды. SMS келсе, WhatsApp-тан сообщение келсе, барлығы осы жақтан не бере алады. Яғни сізге осы жақтан сигнал береді, келді деген. Сосын қолыңызды суға салып жуа бересіз, суға төзімді. Ең жақсы жерлері. Міне өлшеп шығарды, 132-де 80 дейді. Мен үшін қаншалықты жоғары, қаншалықты төмен екенін білмеймін. 132-де 80 деп мен давлениемді өлшеп беріп тұр. Сотке жалғай аласың. Функциялары өте көп. Ұйқы режимін есептей алады, sleep деп жазылып тұр. Қанша уақыт ұйықтағанын соларды өзі есептейді, ұйықтаған кезде автоматты түрде. Будильнигі бар. Соткеге жалғайтыны, сағаты, мына жерде датасы барлығы жазылған. Батарейкасы 15 күн зарядтамай жүре аласыздар, сосын 2 сағаттай зарядке қойып, тағы да 15 күн жүре аласыздар. Өте удобно. Көптеген түстері бар мына жерде.
下面这个日子 қызыл 你等着搬 көк және де қызыл сосын қара түстері бар. Үш түсі де өте әдемі екен. Қызыл түсі, іздері алсақ көк түсін. Қайсысын алсаң да әдемі екен. Маған қатты ұнады. 发现这边有好不好？ Осы бұлардың тағы да ескертіп өтейін. Егер де оригинал мен оригинал еместің айырмашылығы екі ақ жерде бар. Ол артындағы жазуда, мынау мен тағып отқан оригинал емес. Мынау оригинал, артында жазуы бар. Осы, сосын олардың қораптарында. Ал сапасы, жұмыс істеу принципі барлығы бірдей. Яғни ешқандай айырмашылығы жоқ одан. Яғни сіздер егер де бір оригинал емесін алып қалсаңыздар, оригинал емес деп қапа болмасаңыздар болады. Өйткені сапасы бірдей, екеуі бірдей, тек қана жазуында, сосын қораптарында ғана болады. Ал бірақ енді бағасында кәдімгідей разница бар. Қазір бағасын сұрайық. 你还想给我？ 那个原装的多少钱？一个的，单个的， 这是多少钱？ 单个的价格，一个的，不是批发的， 每一个150。 150原装的是吧？ 对，那个便宜的是100。 100 是吗? Мынау несі бұл жерде 100 yuan дейді, яғни несі копиясы. Ал мынау оригиналын 150 yuan дейді. Бұл жердегі баға 100 yuan дегеніміз жаңағы копиясы 5200 шамамен. Ал несі оригиналы 150 yuan болса, қанша 150 yuan дегеніміз 7,500 теңге дейді. 7700-7800 теңгеге шақ келеді шамамен. Жақсы баға. Қазақстанға сатуға өте қолайлы. Қазір көп заказдар болып жатыр осыған. Біз көп жіберіп жатырмыз. Бұлардың сапасы әбден тексерілген. Қазіргі кезде ең браслеттердің ішіндегі ең кереметі, функциясы көбі, ең жақсысы, сапасы тексерілген осы түрлері болып тұр. Осыян да. 拿一个黑不？ Қазір iPhone 8, iPhone 10-дардың шығуына қарсы ол телефондарда беспроводной зарядка несі қатты істелген, орнатылған. Соған байланысты енді біздің рынокта ол нәрсе қатты сатылатын болады. Жақсы сатылатын болады. Неге? Өйткені бұлымыз сымсыз телефонымызды зарядтай алады. Қазір ашайын, аша алмай жатырмын. Ондай қорапта жақсы нелеріміз бар. Мінекейлеріміз. 我给你拿我手机试一下。 Ана қоссақ, ана жерде көрсетіп тұр LED экраны бар.没到，没到。 什么没到？ 什么？手机？ Секері. Бұның жақсы жері. Бұл жерде не бар? Type-C, micro CD, micro не, USB-ға сосын这个 Plus 是多么的？ iPhone-дан, яғни кез келген сыммен мыналарды зарядтай қуаттай аламыз. 好用吗？这个？ Бұның сіздің егер ұялы телефоныңыз 那 беспроводный зарядка қабылдамайтын болса, USB арқылы зарядтай аласыздар. Ал егер де болашақта жақсы телефон алсаңыздар, немесе жаңағы 8-10-дар болса, былай беспроводный зарядка көтеретін телефон Samsung қойып көреміз. 华为的 camera 什么的，比小米。 比小米都好，我操！太牛逼了！哎呀，太牛逼了！中国加油！ Міне 现在不是打仗 зарядка алып 吗？ жатыр. Яғни ешқандай сым жоқ, жай 美 ғана 国、中国， бір-біріне үйлесіп 我们要帮忙中国发展， жақсы, өте жақсы. 贸易中国 Тауарлар өте қатты сатылып жатыр қазір. Осыны үлгеріңіздер біріншілердің бірі болып сатуға. 价格多少钱啊？ 哪个？ 充电宝的那个是批发价是140， 140. 俄语不是英文。 Бұл бағасы 140 yuan дейді. 英文吗？ 肯定不是你用，你肯定给你。 不是，我那个 Бұлардың арзан түрлері жоқ, бірақ именно осы Poco деген жазуы бар. Бұның упаковкасы де өте әдемі, сатуға. Екіншіден сапасы өте жақсы. Сосын тағы бір ескерте кетейін. Мына жерде ішінде жазылады, мысалға бұның қуаты батарейканың. Мына жерде 10 миллиампер дейді. 10 миллиамперімізді көбінесе көп нелерде жазылады, бірақ ішінде болмайды. Ал бұның ішінде шынымен де 10 миллиампер бар. Бұл тексерілген. Яғни бұл өте жақсы. Ұстағанда да кішкене басқалармен салыстырғанда ауырлау болады. Қазіргі кездегі ең сатылымға жақсы тауарлар осылар. 看见了我朋友圈轰着。 Мына кнопканы басқан кезде вертолеттар жүр, соларда қаласың.
Мен атқан оғым бәрі дала кетіп жатыр ғой. Енді брат, автомат. Оның қатсам біреу ғана алып келіп жатыр. Осындай жақсы. Оның бір несі доставкасы сәл қымбаттау болуы мүмкін. Былайша кез келген ұялы телефонды салып, ойнай бересің. Ойында мына жерде міне коды тұр. Осыны сканировать етсек, QR кодын ойын жазылады. Осыны ойын жазылады. Жан Ахмадиев сияқты кісілерді атқан кезде осыны аласында ата бересің, ыдырылдатып ше. Тағы бір жаңа товар, бұның ерекшелігі креативный деп айтсақ болады. Ашқыш істеймін. Бұл да біздің жаңағы ұялы телефонмен ойнайтындарға жақсы құрылғы. Мысалға бұл ұялы телефонды қоясың мына жерге. Ұялы телефонды қойдым. Неге GoPro уже дайын. Осылайынан сіздер видео көре аласыздар, немесе ойын ойнай аласыздар, немесе тағы да бұның бір функциясы. Бұл жаңағыдай бұнымен ұялы телефонды зарядтауға болады. Яғни жаңа біздің пауэрбанктар көрсетіп, бір жағынан пауэрбанктар қызметі бар. Тағы бір қызметі, бұны мысалы онды қоссақ, мына жерде вентилятор айналады, соткаңыз ойын ойнаған кезде, яғни геймерлерге арналған затта, соткаңыз ойын ойнаған кезде соткаңыз қызып кетпейді. Яғни сіздің қызып барған кезде соткаңыздың видеосы да анық болады. Сондықтан нағыз геймерлерге арналған жақсы зат. Көрсеңіздер болады, ретки деген. Мынаны ашып қойсақ та болады, ашып. Ашып қойып кино бір нәрсеге былай подставка қолдануға да болады екен. Маған ұнады, жақсы зат. Мынандай қорапта упаковкасы да жақсы сатуға. Біз бұл жерден айтып жатқан бағаларды сұраймыз, сұрап айтып жатырмыз барынша. Сосын экранға өзіміздің бағамызды ұсынамыз, яғни оптовый бағаны. 这家要多少钱？是我的呀。这多少钱？那个是零售价是100，100是，然后批发的是60。Былайша 100-ден бері 100-ден сатам дейді. Ал былайша не болса, оптовый болса 60-ден сатам дейді. Жазда ыстық күнде мынаны ашамыз, қорабын. Міне ашылды. Міне тряпка. Ыстық су құямыз мына ішіне, сосын тряпканы салып, сол ыстық суға қайтадан алып, тряпканы сыққаннан кейін бұл тряпка мұздай эффект береді. Яғни мысалы ыстық күні жазда теріңді сүрткенге, болмаса мысалы жүгіретін, спортпен айналысқан кезде осыны басыңа тағуға болады, мойынға тағу. Яғни бұл салқын эффект береді үстіңе ше. Тряпканы ыстық судан шығарған кезде тряпканың үстінде бір қасиеті бар, өзіңе салқын эффект береді. Яғни салқын несі береді. Сөйтіп жазда меніңше қатты өтетін тауарлардың бірі, біріншілердің бірі болып заказ беріп алып үлгеріңіздер. 这多少钱？单独买30。30？对，要批发20。мына жерде 30 яғни 1000 теңгеден сатып жатыр екен өздері. Ал егер де оптовый болса 20-дан беремін дейді, 20 юан дегеніміз 52-ден санасаң. Мынау Remax Қытайдағы ең жаңағыдай аты қатты шықпаған, бірақ сапалы товарлар шығаратын бренд. Xiaomi сол сияқты брендтердің бірі. Бұлымыз мысалы қарасаңыз түрі қорқынышты екен енді. Ашып біреуі құлақты болады, лақтырам бір нәрсе деп. Бұл чоңденбау, яғни powerbank сотканы зарядтағандағы мына жерге USB-ні саласың, өзіңнің телефоныңа жалғайсың. Бұның түрімен ерекшеленеді. Қазіргі 2018 тренд товарлардың бірі болып саналады. Салмағы ауыр емес, жеңіл. Іліп қоюға неге жақсы. Қолыңа ұстап жүргенде де біреу уақытта ұстап жүрсең де болады, кілтпен бірге. Сіздің кілтіңізбен бірге зарядка қолыңызда жүреді. Бұның несі 5000 екен. Яғни iPhone болса 2 рет зарядталады. Samsung'тардың да сол 2-3 рет зарядтайды. Бір зарядта алғанда. Одан кейін үйге барып, бір жарты сағатта қайтадан толтыра алсаңыз болады. Мынау тоже сол Remax'тың несі. Бұл да powerbank, бұл да ұялы телефон зарядталады. Және де мынаны қоссақ фонарик. Яғни қараңғы жерлерде кешке немесе жағында. Фонариктің несі екен, мына қатты жанатын, жай жанатын. Remax'тың жаңаша тауарлары. 这个是
自动连接，双耳机。是吗？自动连接。对你现在，你看它会灯闪烁，你拿出你手机来。Bluetooth。要点开 Bluetooth。Bluetooth'ben çalamıyorsun mu? Cavı. Estik. 这个。Flip bir estik'inde basanız. 这音质非常好。这个你可以放一下，你可以听得到音乐。А вот такие есть у тебя? Сапасы. Бұлардың көбісін Қазақстанда жер жүріп, бірақ сапасы жағынан музыкасын сапасы төменірек. iPhone 6 коричневый есть и красный. Жақсы. Таза, сапасы өте керемет. Өлең таптауға шығып. Да. Уақыттардан қалып тұрады.这是充电的，这个是充电的。充电的。对你把它放进去，它会自动关机、自动充电。现在已经开始自动充电了。Маған салған кезде өзіне өзі жаңа зарядкасын алады, яғни сіздің сотыңыздың өзі ажырап, автоматты түрде зарядка алып бастайды.你拿起来它自动开机。自动开机。你如果用一个的话，它会连一个。就是我拿起一个来，这个在就像现在，它只能这个响。Бұның жақсы жері бұл не екен мысалға. Өлең тыңдап жаттым да, біреуін қойып қоям, біреу зарядка алып жатады, біреуін тыңдап жүре берем. Сосын егер де екіншісіне қойсам, автоматты түрде ұялы телефоннан ажырап, өз зарядка ала береді. Сосын алған кезде автоматты түрде қайтадан өзі қосылады да. Жаңа негізді сіз қайтадан сотпен қосып жүрмейсіз, яғни автоматты түрде жасалғандығы өте ыңғайлы екен. Сосын мысалы қалтаңызда жүріп кішкентай ғана білінбейді, қорабы. Креативный, ашқан кезде былай тұрады. Сатуға жақсы өнімдер болар. Қазір өте қатты өтіп жатқан. Қорабы да әдемі екен. Сатуға жақсы. Жайда шатин. Пива ма? Да. Xiaomi 5X6. 450. Бұл сапалы тауар болып тұр. 450 yuan дейді. 450 yuan дегеніміз шамамен 22,5 мың шамасы 50 мың есептеген кезде ше. 22,5 мың теңге Қытайдан алғанбыз отыр. Біз сіздерге бұны прямо өндірушіден тікелей бағасын экранға жазамыз. Красивая нет? 450-ден сатып жатыр. Ал мына жерде маған аптовый 250-ден береміз. 250 дегеніміз 12,5 мың теңге. Көрдіңіздер ме, бір тауар Қытайдың өзінде 10 мың теңге қосып жатыр. Ал біз бұны менің ойымша біз 12,5 мыңнан да арзан бағада табамыз екен. Біз тікелей өндірушіден аламыз. Өндірушіден алғандықтан экранға шығарамыз обязательно бағасын. Біздікі арзан болады, өте сіздер жақсы сата аласыздар бұны. Біраз қосып. Маржасы өте жоғары. Сапасы да соған сай. 这个你知道京东，你知道天猫吗？知道。它上面卖498，499，就是500块钱。Бұл тауарды айтады, жаңа Қытайдың электрондық сатының ең танымал сайттары бар, Jingdong деген, JD.com. Соған кірсеңіздер 498 юаннан сатып жатыр дейді. Біз 450-ге сатып жатырмыз дейді. Taobao болсын жоқ, сондай кез келген интернет магазиндерде 490-500 шамасында сатылып жатқан тауарды айтып жатыр бізге сатушымыз. Біз бұдан да арзан табамыз. Экранда көріңіздер. Бұл японский дейді, японский бренд дейді. Производство японский. Нормально. Жапониядан шыққан. 12 сағат тыңдай аласыздар зарядкасыз. Мына жерде бүкіл несі жазылған. Характеристикасы. Жақсы, керемет тауар. 批发240批发。单卖是380。这个京东和淘宝也有，也是400多。240吗？批发的。Аптовый 240-тан берем деп жатыр мынаны. Летсин деген колонкамыз. Кішкентай ғана, ауыр емес, бірақ несі жақсы.
сапасы ұсталғанға жақсы. Басы өте керемет. Қазір қосып көрсек бар, қосайық. Что-то замалезияны.你搜第6，地线型，葫芦都是我的脸上的，因为你开开它是自动的。Максимум телефоннан қосамыз. Подключение к интернету. Летишь, не подключилась, нет подключения. Если жақсы басы қатты тұрады да, мына жерде фрагмент байқалады. Ал секіртіп тұрға жанға қояды. Мына жерде Мына жерден AUX жалғай аласыздар, яғни AUX-пен егерде Bluetooth болмай жатқан жағдайда AUX арқылы жалғап өлең қоссаңыздар болады. Мына жерде флеш карта салып қойып өлең қоссаңыздар болады. USB көптеген функциялардың барлығы бар. Қазіргі заманауи нелерге, колонкалерге арналған функциялардың бәрі. Дауысын мынамен шығарып айтасың, дауысы қатты шығады. Басы да керемет. Оны өшірейік. Бағасын 240 йен деді ма жаңа бізге? 240 йен деді. Бұл оптовый бағасы 240 йен. Ал не бағасы? Данжа да шатен, ганшода. Санда 380 йенға береміз Данжа. Өзін оптовый емес розница бағасы 380 йен. Таубауларда 400-500 йеннен сатылып жатқан тауар дейді. Экранға біздің бағамызды ұсынамыз. Обязательно қараңыздар. Мынау біздің Қазақстан жағында масасы көп жерлерге жақсы нәрсе екен. Мына жерде көрсететін орысша құрамы. Мятный дейді, листья эвкалипта, лаванда, хризантема, сойва лимоны. Осылардан құралып жасалған. Мынаны үстіңе ашып жағыласаң, одан кейін сенен 3 метр алыстықта жүреді, маса саған жоламайды. Ал былай иіскеген кезде өзіңе иісі қатты шықпайды, яғни байқалмайды. Яғни бұл Қытайдың медицинасымен жасалған нәрсе. Жаңа қайтадан айтып өтейік. Мята, лаванда, хризантема, сойва лимоны, листья эвкалипта дейді. Осы шөптерден жасалған. Өте мықты зат екен. Же дошал сен? 零售10块10 块批发3块көрдіңіздер ма, бұл жерде 10 йен дейді, 520 теңгеден сатып жатыр өздері. Ал автобы 3 йеннен береміз, 3 йен дегеніміз 150 теңге. Ал біздің бағамыз қандай болатынын экранда көріңіздер тағы да. Экранда біз өзіміз бағамыз жазамыз. Біз өндірушінің өзіне тікелей алатын болғандықтан өз бағамыз жазамыз. Ол өндірушінің бағасы бұл кісілерден өте арзан болып кетуі мүмкін, немесе осы кісілермен шамалас болуы мүмкін. Енді бұл осы жердегі кісінің бізге қандай баға айтқанына байланысты. Бізге егерде қолайлы баға айтса, шамал арасындағы разница көп болмайды. А егерде бізге көп қосып тұрса, сол жерде байқалады. Оны біз экранда шығаратын боламыз. Сағаттарда қазір өте қатты сатылып жатыр. Сағаттарда алдыңғы жылдары жақсы көп Қазақстанға енген тұр. Қазақстан рыногы толық. Бірақ сіздерге айта кетеді тағы бір жаңалық. Қытайлар бұл сағаттарды уақыт өте келе бұлардың функцияларын өте мықты қылып жатыр. Мысалы, дәл осы түрде сағаттар Қазақстанда сіздерде қазір бар. Бірақ та бұлардың нелері жаңағындай Қытайша гоңның дейді, функциялары өте қатты дамытылып, жақсартылып, сапасы жоғарыланып сөйтіп шығып жатыр. Бағалары да арзан. Осы сағаттар әлі де неге сұранысқа ие. Кеше сұрағым көп болды, сатылып жатқан әлі сатыламады. Қатты көп сатылады дейді, бұл жерден алып кететін кісілер өте көп. Осы сағаттарда заказ беріп, өздеріңіздің жеке қолданыстарыңызға және де жаңағындай сатуға қолдансаңыздар болады. Осының микрофондардың түрлері бар екен мұнда. Микрофондар енді Қазақстанда қазір барлық жерде сатылып жатыр ғой. Екінің бірінде микрофон болып кетті. Бұлардың бағасын жай сұрай салайық. Микрофон多少钱？那个麦克风这个是零售价是我们都卖70，然后批发就50块钱。然后这个是好的，这个是批发是65，零售是120。Мынаның мынау жақсы сападағы дейді. Ұстағанда да белгілі мынау ауырлау, мынау нелеу, жеңілдеу, ойыншық сияқты, мынау кәдімгі микрофон сияқты. Мынаның бағасы 120 деді ма? 120 деді, есімде қалмайша. Ал несі, оптовый бағасы 60-70 шамасында айтты.
Ал мынауларымыз былайынша 60 деді, 60 yen, оптовый бағасы 30 yen деді. Покажи микрофоны. Вот. Ислам, Карина. Они хорошие. Надо вам. Какие хорошие? Вот эти. Что они это делает? Ну просто они Качество по лучше. качеству. Вот видно уже по весу. Ага. Нормально. Вот еще такие иностранцы. Агнеса будет с вами петь Еще деньги лохотят. за компанию. Агнеса, тебе золотисто хорошо. Нет, Мария, может, он действительно. Не знаю, отправим, если захотят, привезем. Да, если вот такая другой цвет, давай посмотрим. У тебя свой телефон музыки есть? Мына жерде супер товар. Қазақстан әлі бір шете қоймады. Инстаграмда рекламалар өте қатты жүр. Мынау қорабы, смарт мини прожектор. Яғни бұл дегеніміз не? Ұялы телефонды жалғайсың. Ұялы телефонда міне HDMI-мен жалғауға болады. Немесе USB-мен жалғауға болады. Сосын міне мына жерден шығады. Мына жерде бүйтіп көрсететін жер жоқ екен. Яғни сен үйіңде жатып, кроватьта жатып, мысалы төбеге қоясың да, жатқан кезде төбеден сенің киноңды, видеоларыңды көре бересің. Яғни бұл проектор кәдімгі, мысалы бізде мектептерімізде көп орнатылған ғой дәуде. Бұл өзінің қолдану қалтаға сыяды, кішкентай ғана размері, кішкентай ғана түрі әдемі, сенсормен тең экрандары. Мына жерде проектор үйлері, не флешка салуға да, флешкамен кино салып қойып, киноны төбеге қойып, яғни үлкен экран, кәдімгі сценаны үлкен экран болып көруге болады. Бағасын сұрап көрейікші. 多少钱？ 这多少钱？小平？小平？这投影仪多少钱？ 950. 950. 950 yen дейді бағасы. 950 yen. Біздің бағамызды міндетті түрде ұсынамыз болған. 950 yen дегеніміз сол 47 жарым мың 48 мың шамасы ғой. Соншадан сатып жатыр екен. 这是触摸的，还有一款是按键的，按键的要便宜。 Мынаның жаңағы кнопкалары, сенсорлы емес кәдімгі кнопкалармен шамалы арзандау дейді. Немене манеге андиянда? А на сцену можно? Конечно. Мы сцену с этим. Да, ты можно флешки ставить, и ему телефон Bluetooth работает, или можно Кнопканы шнур. істейтіндері бұл разында. Флешкой рахам. Но если сколько лет бебе? Там бұл өтшебе деу, жәнеге андиян ішіне. Или можно вот такая размер, потому что это легкий. Бұлардың жаңағы көрсету качествосы бағанағы сапасы бірдей, тек қана түрлері және де мына кнопкалары, кнопкамен, мына жерде сенсормен де сол ғана некен разницасы. Әйтпесе бірдей. Жаңа товар, қазіргі 21-ші ғасыр жаңа технология заманы болады. Что сатылады? Мына жерде көрсетіп жатыр бізге. 如果是关了灯，还会更清楚。就是因为现在开着灯，要不然关掉灯。 Мына жер жарық болғандықтан түсі қатты көрінбейді дейді. Қараңғы болса одан сайын жақсы көрінеді дейді. Бұны алыстатқан сайын экраныңыз үлкейе береді. Сапасы өте жақсы. Барлықтарыңызға совет беремін осындай нәрсені. Өзіме де біреуін алу керек екен. 多少钱？这些多少钱？批发还是单价这个单价140。 140 yen дейді мыналарымыз. 这些呢？ 这个85。 Мыналар 85 yen дейді. Оптовый бағасы. 这个110。 110 оптовый бағасы. 这些60。 Мыналар 60 енді сапасы төмендеу. Осындай екен. Бұларды да қатты сатуға келеді. 这是带 GPS。 Бұлардың барлығы GPS орнатылған. Сапасы күннен күнге жақсарып келе жатыр. Қазақстанда жақсы сатылады. Соңғы жаңа айттық қой, iPhone 8, iPhone 10-дардың шығуымен біздің жаңа немізге электроника саласына беспроводной сымсыз зарядтау қатты жаңағыдай қатты дамып кетті деп. Мыналарымыз қазір Қытайлардың басында шығарғандар жеңіл, сапасы төмен еді. Қазір мыналар жақсы шығарылған, ауыр, ұялы телефон бетіне қоясың, сымсыз, осыдан зарядка алады. Оны бұл жерге сыммен қосып, тоққа қосып қоясың,
және де мысалы компьютер деп отқан кезде жұмыс орнында офисте отқан кезде мынаны қосып қоясың да ұялы телефонның жанында тұрады, алып қолдана бересің, қойған кезде қайтадан қоясың, зарядка тез алады. Бұларда қазір быстрый зарядка несі тез зарядтау функциясы қосылған, жақсартылған, яғни түрі качествосы өте мықты. Көптеген түстерімен қаласаңыздар мына жерге өздеріңіздің логотиппен де істеуге болады. Егер сіз белгілі бір электроника сататын магазин болсаңыз, өзіңіздің логотипіңіз немесе есіміңіз болса, үлкен объемда оптовый алсаңыз, осы жерге сіздің логотипіңізбен бірге де жасап бере аламыз. Түрлері өте көп, өте жаңағыдай орысша айтқанда популярный дейміз, популярный тауарлардың бірі. Олар біздің рыноктарды жаулайтын уақыты келді. Марина. Маған мынау жаңағы браслеттеріміз қатты ұнады, өте қатты ұнады. Біздің каналымыздың жаңағыдай көрермендеріне бір ойын ұйымдастырғым келіп отыр. Ең жаңағы креативный да қызықты комментарий жазып, біздің каналымызға подписка жасап, және де лайк басқан адамдарға кімнің немесе комментарий өте қызықты, креативный болады, сол адамға мынау браслеттердің оригиналын сыйға тартатын боламын.